Қайырлы күн достар, бүгін дәмі тіл үйіретін балмұздақтай тәп-тәтті осындай вареный пирог жасаймыз. Менің каналымнан қарапайым рецепттер таба аласыздар. Бір дана жұмыртқаға қантымызды қосып, қантымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Мен венчикпен араластырдым, сіздер миксермен араластырсаңыздар болады. Сары майымызды қосып араластырамыз. Ұн қопсытқышымызды қосамыз. Ұнды бірнеше бөлікке бөліп қосамыз. Енді қолымызбен қамырды илеп аламыз. Қамыр қолға жабысып, сондай болып жатса, кішкене тағы да ұн қоссаңыздар болады. Қамырымыз дайын болды. Пакетке 1 сағатқа салып қоямыз холодильникке. Жұмыртқамызға қантымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Қанты ерігенше. Қаймағымызды қосамыз. Вареный сгущенкамызды қосамыз. Кукурузный крахмалды қосамыз. Какаомызды қосамыз, сонда пирогымыздың түсі қанық болады. Енді табамызды майлап аламыз. Қамырымызды біркелкі етіп жайып шығамыз. Вилкамен осылай тесіп шығамыз. Салмамызды құямыз.
шет-шетін осылай тегістеп шығамыз. градуста 30-35 минут көлемінде пісіріп алдым. Осымен пирогымыз пісті. Жақсылап суытып алғаннан кейін шетін өз қалауларыңыз бойынша осылай пирогты әсемдеп шығасыздар. Мен осылай шетін ғана әсемдедім. Кокосовый стружкамен жасадым. Сіздер өз қалауларыңызбен әсемдей бересіздер. Дәмі өте керемет балмұздақ сияқты тәп-тәтті болды. Осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, каналымда оңай рецепттер өте көп. Кесілгеннен кейін осылай оңай алынады, асты мүлдем жабыспайды. Шаймен немесе кофемен ішсеңіздер өте дәмді болып шықты.